Қамшым божақ талай аталады. Бұл қамшы қазақ халқының дәстүрлі мәдениетіндегі ат әбзелдерінің бірі. Сонымен қатар билік, еркіндік пен қорғаныс символы. Ол саптан, өрімнен және бүлдіргіден құралады. Көбіне түйе немесе жылқы терісінен өріледі. Қамшы ежелден ер адамның серігі, сенімділіктің белгісі және үйдің қасиетті тұмары деп санаған. Қамшының сабы, қамшының қолға ұстайтын ағаш бөлігі, тобылғы, қайың тағы басқа кейде былғарымен қапталады. Өрімі, қамшының өрімі, қайыстан өрілетін бөлігі 3-тен 32 таспаға дейін 12 өрімдігі жиі өріледі. Қамшының бүлдіргі қамшыны білекке іліп қоюға арналған бау. Түйін, қамшының түйіні, өрімнің ұшығы мықты болу үшін қорғасынмен бекітілуі мүмкін. Қамшыны ата-бабаларымыз ат айдау, мал қайыру құралы ретінде пайдаланған. Және де құда түсу салтында қамшыны керегеге ілу келісімнің белгісі. Қыз ұнамаса қамшы қайтарылған. Сенім мен ғұрып жаңа түскен келіннің бетін ашуға пайдаланған. Қазақта қамшыны ұстау мен қолданудың тәрбиелік мәні мен ережелері бар. Яғни қамшыны әдетте оң қолға 2 бүктеп ұстайды. Қамшыны өрімін салбыратып ұстау дұшпандықтың, әдепсіздіктің белгісі деп саналған. Сондай-ақ жол көрсеткенде де саусақпен емес, қамшымен нұсқайтын болған. Әрбір қазақ шаңырағы қамшыны әрі қару, әрі қастерлі мұра санаған. Қазірде де көп үйдің төрінен ілулі тұрған қамшы көреміз. Бүгінде қамшы жасау өнерінің қыр-сырын меңгеріп, ұлттық өнерді дәріптеп жүрген жандар көп.